сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Ал бүгінгі сабағымыздың бүгінгі тақырыбы балалар киіз үй жабдықтары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ халқының ежелгі тұрағы киіз үй туралы мәлімет беру, киіз үй құрылысымен танысамыз балалар. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ата дәстүрімізді сақтаймыз, иә балалар. Енді балалар бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіріп, үй жұмысын еске түсірейік, иә балалар. Біз өткен тақырыпта үй жұмысына қандай тапсырмалар берді? Қандай тапсырмалар? Отбасы мүшелерімен естедік, таныстық. Отбасы мүшелердің бізге қандай туыстық атаулары бар, соның барлығын біз естедік. Өткен тақырыпта есімізге түсірдік. Олай болса, балалар, сендер жұмбақ жасырғанды, жұмбақ шешкенді ұнатасыңдар ма? Иә, сендер жұмбақ шешкенді ұнатасыңдар, иә? Онда мен сендерге жұмбақтар жасырайын. Сендерге бірақ бір шартым бар. Осы жұмбақты шешкен кезінде соның жауабына байланысты сендер мақал мәтелдер және тақпақтар, өлеңдер айтсаңдар болады. Енді бірінші жұмбағым балалар. Ең бірінші сендерге кітапты көп оқитын, сендерге ақыл үйрететін, мақал мәтелдер жаттатқызып, қасында алып жүретін ақсақалды кім? Үйіміздегі басшымыз, атамыз, иә? Ал атамызға байланысты кім тақпақ, өлең, мақал мәтел? Әжемізге, атамызға байланысты кім айтып береді? Айталым. Дауысымызды шығарып тұрып айтамыз. Жарайсың, тамаша, керемет. Ал тағы да кім? Айтамын. Дауысымыз шығар. Жарайсың, тамаша. Ал екінші балалар, екінші мен сендерге жұмбақ тағы да жасырам, иә? Сендер дайындалып отырыңдар. Осыған байланысты қыздарды кім маған тақпақ айтып береді, өлең айтып береді, соның жауабына байланысты, иә? Енді біз үшін ең қымбатты, ардақты, күн ұйқысын төрт бөлетін, біз үшін біз ауырсақ бізге түнде қарайтын, ана, жарайсыңдар. Ал ана туралы кім бізге тақпақ, өлең, мақал мәтел болмаса айтып береді? Кім айтады? Ана туралы. Енді ана туралы көмесек яқпалы. Ана туралы. Айтшы өлеңді. Аяулы анашым, ақ сүтпен кейін маған, болуды сен жоқ қой, сенен артық адам, ана бәдер мәңгі, ән айтып мақтанам, аяулы анашым. Жарайсың, тамаша. Қалай айтты балалар ана туралы тақпақты? Балалар? Ал енді тағы да бір жұмбағымыз бар. Өзі салмақты, байсалды, уақыты болса, бізге көңіл бөлетін, бізді асыраушымыз, қорғаушымыз, әкеміз, иә? Ал әке туралы кім айтады? Ата-ана туралы өлең айтамыз. Нұрағыз әке, баққан үшін, еңбек пирамид тапқан үшін, зейнетім үшін, әкесінің баққан үшін. Жарайсың, тамаша. Онда балалар біз ата-ана туралы, жалпы туыстық қатынас туралы барлығымыз жалпы білдік, иә? Ата-ананың бізге қандай мейірім төгетінін, әженің, атаның бізге қалай қамқорлық жасайтынын барлығымыз білеміз ба? Білеміз, иә? Барлық отбасын жақсы көресіңдер ма? Жақсы көреміз, иә? Ата-анамыздың, әжеміздің, атамыздың үмітін ақтауға тырысуымыз керек, иә? Ол үшін не істеуіміз керек біз? Сабақты жақсы оқып, тәртіпті болуымыз керек. Енді балалар, бүгінгі тақырыбымызға кішігірім енді өтейік, иә? Бүгін балалар киіз үй жабдықтары
құстары деп мен сендерге айттым. Енді тағы бір жұмбақ жасайын сендерге. Ал қаз қанатын жаяды. Қанатын жаяды. Үйрек мойнын созады. Төбесіне аққу қонады. Жұмбақтың жауабы. Киіз үйдің нелері ол? Шаңырақ. Дұрыс айтасыңдар. Ол шаңырақ төбесіне не істеді? Аққу қонады дейді. Кереге оқ шаңырақ. Олай болса, бала, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын кішігірім сендерге видеоролик көрсетем, сендер мұқият қарап, соны көріп алыңдар. Қазақтың киіз үйі. Мұқият тыңдайсыз. Киіз үй үш бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзына ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалғайлы, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-бірінен таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның ұсынан басқы жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің екі есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, екі босаға, табалдырық, екі жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш киепті бақылық деп атайды. Уық, кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Ол қалақаны, иіні, қары және қалағы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ, киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдеуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Енді балалар мұқият видеороликті көріп шықтыңдар, я? Кішігірім болса да киіз үй туралы мағлұмат, мәлімет алыңдар ма? Киіз үй неше бөліктен тұрады екен, балалар? 3 бөліктен тұрады екен, я? Міне балалар, мына жерде киіз үйдің макеті тұр, я? Міне 3 бөліктен тұрады. Қандай бөліктер еді? Кереге, мына кереге, қазір мынау киізбен қапталып тұр, кереге, одан кейін уықтар, қазір мынау немен қапталып тұр, мына жерде, міне, кереге, балалар, уық, шаңырақ, және мынау не? Есігі не деп аталады? Сықырлауық деп аталады екен. Және есік неше бөлікке бөлінеді екен? 2 бөлікке бөлінеді екен. Қандай болып бөлінеді? Сықырлауық және киіз есік. Міне оны не істеп қояды? Жинап қояды. Жинап қояды екен, я? Балалар, осы мынау киіз үйдің қақпасы. Олай болса, киіз үй негізгі балалар 3 элементтен тұрады, оны айттық, балалар. Киіз үйдің жалпы 2 түрі бар екен. Қазақы және қалмақы болып, қалмақтардың киіз үй болып 2-ге бөлінеді екен. Қазақтың киіз үй, балалар, күмбез сияқты. Міне, күмбез сияқты болады екен. Ал қалмақ үйлер төбесі былай 3 көп тұрады екен, я? Біз мынау қазір тұрған алдарында қазақы
үйдің несі қаңқасы, иә? Ал мынау киізбен қапталған дайын түрі. Оның киіздің сыртында біздің ұлттық нақышымыз не бар? Ою өрнек бар. Ал енді олай болса балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша уықтарды құрып ойын ойнайық. Ал екі бала шығып мынау шаңырағымызды ұстап тұрса, былай екі оқушы. Енді осының уықтарын құру үшін бірнеше сұрақтар бар сендерге арналған. Ал сұрақтарға кім жауап беріп сабағымызға қатысады? Ал қолын көтере olsun. Бүгінгі сабағымызға. Осы бүгінгі сабағымызға байланысты бірнеше сұрақтар бар мына жерде. Ал кім шығады? Ал қолын көтерсін. Ал шыға ғой. Бекасым. Тағы. Дайындалып отырсын. Бекасым, сен кез келген өзіңе ұнаған үстегі уықтарды алау, сұрақты алау. Осы сұрақты аласың, ал. Не дейді? Даусыңды шығарттыр. Мұстафа Киіз. үйдің қай бөлігінде орналасқан. Ал босаға киіз үйдің қай бөлігінде орналасқан? Айта ғой, киіз үйдің босаға қай бөлігінде? Есігінде орналасқан балалар, иә? Есігінде орналасқан құя. Есіңізге сақта. Уқты былай ұстап тұрамыз. Шетінен ұстап. Қазір бар. Ал екінші кім? Балмұр шығамыз. Өзіңе ұнаған. Ақа, соны аламыз. Кереге дегеніміз не? Ал кереге дегеніміз не? Жаңа видеороликте көрдік, иә? Кереге дегеніміз жалпы не? Қай бөлігінде орналасқан? Айтамын. Кереге дегеніміз не, балалар? Кереге дегеніміз киіз үйдің қабырғасы. Иә, дұрыс айтасыңдар. Киіз үйдің қабырғасы. Ол негізгі бөлігі киіз үйдің. Балалар есіңізде сақтаймыз енді. Жарай ма? Бай уқты ұстап тұр. Ал тағы кім? Келесі, тағы. Раяна шығады. Раяна, шығады. Қаты бар. Шаңырақ киіз үйдің қай бөлігі? Балмұр болады. Қай бөлігі оны сипаттап айт дейді. Ал шаңырақ киіз үйдің ең жоғарыдағы бөлігі. Жарайсың, тамаша. Негізгі бөліктерінің бірі екен, иә? Ал тағы кім шығады, балалар? Тағы. Басқа. Ал шыға ғой. Жылдам кел. Астынан өтсіз. Қайсына аласың? Баспана қалай аталады? Жарайды, ал көшіп қонуға ыңғайлы баспана қалай аталады? Киіз үй, иә? Киіз үй. Дұрыс айтасың. Оны қай кезде қолданамыз киіз үйді? Қолданған. Бұрынғы ата-бабаларымыз көшіп қонған кезде қолданған. Жарайсың, тамаша, керемет. Ал сен жылам. Ал Жансердің сұрағын оқимыз. Мақалды жалғастыр. Біз қандай мақалдар жаттап? Өткен сабағымызда бірнеше мақалдарды біз естігенбіз, жатқа айтып үйренгенбіз. Сол мақалдардың ішінде осы мақалымызда бар. Қандай еді? Балалар, мақалды жалғастыр дейді. Берік болсын. Шаңырағын берік болсын дейді. Бағалайықшы бір-бірімізді. Ал енді ұқтарды ақсады ма шаңыраққа? Шаңырақты көтер шаңырақты.
не сіздерге бірнеше жеке жұмыс беремін. Әркім өз орындайды. Осы киіз үйдің қаңқасы, иә, мынау алдарынан тұрған киіз үйдің қаңқасы. Енді осының қасында 1-2 деп тұр. Осының атауларын жазамыз, иә? Жылдам төбесіне өздерің аты жөндерін жазасыңдар. Сосын бір-бірімізге ауысып, бір-бірімізді бағалаймыз, иә? Дұрыс жазды ма, қате жазды ма, соған қарап бір-бірімізді бағалаймыз, бір-бірімізді. Сосын әркім өз орындайды. Түсінген бойынша. Барлығымыз киіз үйдің қаңқасын білеміз, иә? Жаңа видеороликтер көрдік, естілерге түсіндірді балалар, иә? Ал киіз үйдің бөліктерін жылдан біздер, иә? Барлығымыз білеміз. Аха. Балалар, жалпы қаңқасында бірінші, үшінші тұрған не жаңа төбесіндегі 3 деп тұрған не? Ал 2 деп тұрған ше? Ал бірінші не мынау? Негізгі қаңқасы. Кереге дұрыс айтасың. Ал төртінші не? Есігі не деп атайды? Сықырлауы. Осылай жазамыз әдемілеп. Қатесіз жылдам жазамыз. Болғандарын бір-біріңе ауысып, бір-біріңе беріп, бір-біріңнің қателерді тексеріңдер. Шаңырақ деп аталады. Кім болды? Болғандарын бар ма балалар? Аха, дұрыс. Дұрыс. Осы негізгі бөлігін ұмытпаңдар балалар, қаңқасы негізгі бөлігі осылана тұрады. Ең бірінші керегені құрамыз, одан кейін есігі сықырлауықты құрамыз, кейін бар шаңырақты ауылдың ер азаматтар негізі киіз үйді ауылдың адамдары болып бірігіп ауыз біршілікте жасайды екен. Шаңырақты ер адам ұстап тұрады, одан кейін бар қыздарды жалғайды екенбіз. Болды ма балалар? Бір-біріңе беріп, бір-біріңді тексермелен шығады. Балалар болыңдар ма? Бір-біріңе қасында отырған жолдастар, қасындағы достарына беріп, бір-бірін тексеріңдер. Кімнің қате жазған? Кім қате жазды? Бір-біріңе тексеріңдер, бір-біріңе. Қасында отырған досына беріп, тексеріңдер. Кім қате жазған? Қол көтеріп айтсыншы, қасындағы досы. Барлығымыз дұрыс жаздық па? Аха, тамаша. Керемет. Барлығымыз балалар дұрыс жазған екенбіз, иә? Жарайсыздар, керемет. Сабақ біткеннен кейін, сабақ аяқталғаннан кейін мен тапсырманы аламын, иә? Жарайсыздар. Ал енді бір-бірімізді бағалайықшы. Бір-бірімізді. Ал енді балалар келесі тапсырма, бұл енді топтық жұмыс. Балалар топпен бір-бірімізге топқа бөліне салайықшы. Тапсырманы шетке қоямыз, картаны шетке қоямыз. Енді топпен жұмыс істейміз. Бір-біріміздің ауыз біршілігімізді, бір-бірімізге деген бауырмашылығымызды көрсетейікші балалар. Мен берген неге қазыларды құрастырамыз балалар. Киіз үйдің бөліктері. Бірімізде осы киіз үй бөліктері құрастырып, мақалды жалғастырамыз. Мақал материалын тапсырған балалар. Қайда жылдан тапсырады екен. Дұрыс, әдемі, бір оқушы. Ал енді барлығымыз енді кім Раяна бірінші құрастырып болды, иә? Жарайсыздар. Ал Раяна, айтамыз. Осаған көрде болсын дейді. Жарайсыз Раяна. Енді осы құрастырған қазылдарды бұлай көрсетеміз. Ал келесі кім?
Жалқұтылса шаңырағына обыз жарайсыз. Жауып тұрса шаңырағына қобыз тартар дейді. Ал келесі. шаңырағын берік болсын. Жарайсың, шаңырағың берік болсын дейді. Дұрыс айтты ма? Ал келесі. Бейбарыс болсын. Отаудың өрісі кең болсын. Керемет. Келесі. Тамаша. Өнегелі. Келесі. Біреуді біреуді шаңырағына ақыл айтып барма дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс айтты ма? Келесі. Кереген берік болсын. Жоқ, кереген кең болсын дейді. Пазылдар ұнады. Балалардың есімін айтыңдар. Қай топтікі? Раян болған екен, иә? Ал Раянаны біз естейікші Раянаның тобын. Ал келесі. Кімдікі? Бекасылдікі. Бекасыл. Ал Бекасылдың құрастырған, Бекасылдың тобының құрастырған пазылдар ұнады ма? Иә. Жарайсыздар. Бекасыл тобына рахмет. Келесі. Абдурахманның тобы. Пазыл ұнады ма? Келесі. Ал ұнады ма? Қалай құрастырыпты? Олай десен. Рахмет, отырыңдар. Ең бастысы бізге мақалды дұрыс оқып берді, иә? Дұрыс құрастырды. Келесі. Ұнады ма? Ұнады ма? Бағалайық балалар. Ал келесі. Ұнады ма? Енді балалар бұл қағап жалпы сіздерге ұнатады ма? Ұнап жатыр, иә? Енді балалар бізге қараңдар. Мына жерде бізге не тұр? Кез үй тұр, иә? Кезеңді көріп тұрсыздар. Ал мынау не? Үй, иә? Мынау бұрынғы біздің ата бабаларымыздың тұрған несі? Киіз үйі. Ал мынау өзіміздің тұрған неміз? Қазіргі үйіміз. Енді осы үйлердің айырмашылығын кім айтады ма? Қандай айырмашылығы бар? Мынау үйде біз тұрамыз. Есігі бар. Киіз үй мен қазіргі үйдің қандай айырмашылығы бар? Кім айтады? Қолын көтер. Бекасыл. Қазіргі үйіміз бен бұрынғы үйіміздің қандай айырмашылығы бар? Киіз үй көшуге ыңғайлы. Аха, киіз үй балалар көшіп қонуға ыңғайлы екен. Балалар жер қимылдаса да бұл ешқандай бізге әсер етпейтін киіз үй болған екен. Ал қазіргі үйдің қандай айырмашылығы бар? Қазіргі үйіміз қандай бізге? Кірпіштен жасалған, иә? Балшықтар кірпіштен жасалған. Екеуінің айырмашылығы біреуі киізден, екіншісі балшықтан жасалған, кірпіштен балшықтан жасалған екен. Ал енді балалар отыра ғой. Тағы да сіздерге сұрақ қоямын. Енді осы екі үйдің ұқсастығын кім айтады? Киіз үй мен қазіргі үйдің ұқсастығы. Мысалы, киіз үйде не бар? Жоқ, есігі бар. Қазіргі үйімізде бар ма? Қазіргі үйімізде есік бар ма? Бар, иә? Кім айтады соны енді? Қазіргі үй мен бұрынғы үйдің айырмашылығын, ұқсастығын айтады. Қазіргі үй мен бұрынғы үй айырмашылығы, ұқсастығы ма? Жоқ, ұқсас жерлері, ұқсайтын жерлері. Ұқсас жерлері балалар есіктері екен, иә? Бұрынғы үйде не есік болған? Қазір
Қазір үйімізде не бар? Терезе бар. Енді балалар барлығымызға түсінікті болу үшін есіңізге тағы да бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Мысалы қараңдар, кезе неше бөліктен тұрды? Үш бөліктен. Қандай бөліктен екен? Керегесі, одан кейін уылы, сосын қаңырағы, тағы да қылау. Есігі неше бөліктен тұрды? Екі бөліктен. Қандай? Қылау қандай? Ағаштан жасалды. Өзен бойындағы қылайды. Неден? Ағаштан жасалды. Ал екінші есігіміз киізден жасалған екен, иә? Енді балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма сендерге? Ұнады, иә? Сендерге өте рахмет. Енді өзіңізді бағдаршам әдісі арқылы бағалай. Егер сіздер сабақты түсінген, ештеңе түсінбесеңдер, қызыл түсті киіздегі, егер түсініп, бірақ сұрағың бар маған, иә? Кішігірім түсінбей қалсаңдар, сары түсті киім, неге? Жасыл түсті киіздегі түсінген болсаңдар, жабыстырамыз. Ал мына жерде стикерлер бар. Кім түсінді? Бүгінгі сабақты түсінгеніміз болса, мен сендерге бірнеше сұрақ қояйын, иә? Киіз үйде құрылып тұрған. Киіз үйде қай кезде көреміз? Бұрынғы заманда. Жоқ, қазіргі кезде көрдіңдер ме жалпы? Жоқ. Наурыз мейрамында бізде алаңда қандай түсті киіз үйде көрдіңдер?